Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы киім дүкенінде. Мақсаты киім атауларымен танысу, сауда жасауға қажетті сөздік қорды меңгеру. Сегодня мы с вами побываем в магазине одежды. Познакомьтесь с названиями одежды и пополните свой словарный запас новыми словами сегодняшнего урока. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздерімен таныс болайық. Өлшем, размер, баға, цена, түр, вид, малақай, шапка, бөкебай, шарф, бәтеңке, ботинки, белдемше, юбка. Келесі өлең жолдарын тыңдайық. Менің киімдерім. Буынғаным бір белдік, мұны кәне бір делік. Екі қолғап, бір шалбар, және үстімде бір тон бар. Барлық бала кимейме, екі шұлық бір жейде. Оған енді тосылмай, екі етікті қосыңдар. 10 болма барлығы, есте сақтап қал мұны. Стихотворение называется «Моя одежда». То есть здесь перечислены одежды Серика. Келесі тапсырма. Өлеңді қайталап оқып, өлеңде кездесетін киім атауларын ата, оларды суреттен тауып көрсет. То есть прочитайте стихотворение и найдите название одежды в тексте, а также покажите на картинке. Тамаша. Олай болса, өздеріңді тексеріңдер. А теперь проверим себя. Келесі тапсырма. Жаңа сөздерді қолданып, көршіңе сұрақ қой. Үлгі алдарыңызда бар. Следующее задание. Используя новые слова, составь вопросы и задай своему соседу. Используйте образец. Жарайсыңдар. Келесі. Берілген сөйлемдерді оқы, сатушы мен сатып алушының сөздерін анықта. Прочитайте данное предложение и определите слова продавца и покупателя. Тамаша. Олай болса, өздеріңді тексеріңдер. Молодцы, проверьте себя. Келесі тапсырмада Серік әпкесімен бірге дүкенге келді. Оның қолында 13 000 теңге ақшасы бар. Осы ақшаға әпкесі не сатып береді деп ойлайсың? Послушайте следующее задание. Серик пришел в магазин со своей сестрой. У него есть деньги в размере 13 000 тенге. Как вы думаете, что купила на эти деньги ее сестра? Сонымен, жауабымызды тексерейік. Серіктің әпкесі осы ақшаға күртеше 6 000 теңгеге, бөкебай 2 000 теңгеге, қолғап 700 теңгеге, шұлық 300 теңгеге және бәтеңке 4 000 теңгеге сатып алды. Итак, сестра Серика на эти деньги купила куртку за 6 000 тенге, шапку за 2000 тенге, рукавицы за 700 тенге, носки за 300 тенге и ботинки за 4000 тенге. Келесі тапсырма. Мәтінді тыңда, бос орынды тиісті сөзбен толықтыр. Итак, прочитайте и дополните текст, дописывая пропущенные слова. Жарайсыңдар. Өздеріңді тексеріңдер. Молодцы, проверьте себя. Мына тапсырмада балалардың нені сатып алғанын, нені сатып алмағанын айтып бер.
Здесь расскажите о том, что купили и что не купили дети. Тамаша, балалар. Өздеріңді тексеріңдер. Молодцы, проверьте себя. Серік дүкеннен малақай жейде шалбар бәтеңке сатып алды. Серік в магазине купил шапку, рубашку, брюки и ботинки. Серік дүкеннен қолғап сатып алған жоқ. Серік не купил в магазине рукавицы. Нұрлан дүкеннен жейде, шалбар, қолғап сатып алды. Нұрлан в магазине купил рубашку, брюки и рукавицы. Нұрлан дүкеннен малақай бәтеңке сатып алған жоқ. Нұрлан в магазине не купил шапку и ботинки. Үйге тапсырма. Дүкенде тақырыбына диалог құраңдар. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Назарларыңа рахмет.